Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазалады. Ал майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 г. дәмдеуішті араластырсыз. Оны орташа отқа қойып қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларында қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілеріңізден әлде қайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтай алады. Қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Ескеріңіз, қалампырдың мөлшерін күн сайын көбейтіп отыру керек. Алғашқы күні шым-шым, екінші күні шай қасықтың ұшымен қабылдайсыз. Емді айға жалғастырасыз. Бір айға дейін бір ас қасыққа жеткізу керек. Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиеті де орасан. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып келеді. Қалампыр, бета-каротин, С, аскорбин қышқылы, Е, токоферол, филохинон, Р және В1, В2, В3, В4, В6, В9 тобындағы дәрумендерге бай. Сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылында кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын дәрі. Халықтық емінде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін бір десерт қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Қайнатпа үшін бір шай қасық қалампырды 1 литр суға салып, отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп, 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып, шыны ыдысқа құю керек.